Сәлем, 12-ші аптада сәбиіңіз қалай дамиды? Бірге тамашалайық. Бұл аптада сәбиіңіздің қозғалыстары пайда болады. Сәбиіңіздің саусақтары ашылып жабылады, аяқтары бүгіліп, ауыз сору қимылдарын жасайды. Сәбиіңіз қазірдің өзінде-ақ естиді және көреді. Сыртқы әлеммен келетін қатты дыбыстар мазалаған кезде, ол қолдарымен құлағын жабады және көзіне түскен сәулелерден алақанымен қорғануға тырысады. Ал алақандарына қолыңыз тиіп кетсе, жұдырығын түйетін болады. Бала осы аптада белсенді болады, көптеген қозғалыстар жасайды. Су астында жүзу, ол саусақтарын аузына жеткізе алады және УЗИда оның бас бармағын қалай соратын көруге болады. Ас қорыту жүйесі дамиды. Ұлдарда жыныстық төбешік ұзарады, ал қыздарда жыныстық ерні қалыптасады. Бала иістерді сезеді. Сіз суды ішіп жұтқынған кезде, болмаса қандайда бір тағамды жеген кезде, ол сіздің ішкеніңізді жегеніңізді бірден түсінеді. Судың иісі сіз ішкенде балаға тікелей әсер етеді. 12-ші аптада жүкті ананың жағдайы айтарлықтай өзгереді. Осы кезде токсикоз аяқталады, жатыр үлкейе бастайды, ол тіпті 100 мм-ге дейін өседі. Жатыр өскендіктен ол жалпы ішті жоғары қарай ығыстырады. Қуыққа қысым жасамағандықтан өзіңізді жайлы сезінесіз және дәретханаға жиі баруды доғарасыз. Жүктіліктің алғашқы кезінде болған жылауықтық, ашушаңдық және көңіл күйдің тез өзгеруі сияқты жайттер тыйыла бастайды. Сіз баланы көтерумен байланысты жақсы көңіл күйдің барлық түрлерін сезіне аласыз. Сізде іштің пішіні өзгереді, ол дөңгелектенеді және мөлшері бірнеше есе артады. Осы уақытта сіз аз ауырлықты сезінесіз, бірақ бұл қалыпты құбылыс болғандықтан алаңдамаңыз. Осы аптада сіз сезінетін физикалық және көңіл күйдің өзгерістері. Қан ағынының ұлғаюына байланысты кеуде мен аяқтарда көк тамырлар көрінеді. Жыныстық қызығушылығыңыз артады. Жатыр мойнын жабатын шырышты тығындар кез келген бактерияның алдын алуға көмектеседі. Бұл сіз осы аптада серігіңізбен қауіпсіз уақыт өткізуге мүмкіндік береді. Осы аптада сізге айтар кеңесіміз: белгіленген шамадан артық салмақ қоспауға тырысыңыз. Жүкті әйелдерге арналған дәрумендерді қабылдауды жалғастыра беріңіз. Қандайда бір жұқпалы ауруды жұқтырып алмауға тырысыңыз. Өйткені кез келген аурудың түрі сәбиге кері әсерін тигізуі мүмкін. Биік өкшелі аяқ киім кимеңіз. Жайлы аяқ киім кию арқылы өзіңізді абайсызда құлап қалудан немесе варикозды тамырлардың пайда болуынан сақтай аласыз. Құрметті жас ана, құрметті аналар, құрсағыңызға біткен әрбір сәби сізге берілген Алланың аманаты. Жүктілік сапарыңызда алғашқы УЗИ, алғашқы тексерістер бұл өте маңызды. Сондықтан әрбір тексеріске, әрбір анализге, әрбір дәрігердің кеңесіне ерекше жауапкершілікпен қараңыз. Сіз үшін осы ақпарат пайдалы болған болса, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Жақындарыңызбен бөлісіп, маған қолдау білдіріңіз. Сіздің жүктілігіңіз қалай өтуде, ұсыныс жазып, пікір қалдырыңыз.